Ұл баланы тәрбиелеу оңай емес дейді білгендер. Бұдан қыз баланы тәрбиелеу оңай деп ойламаңыз. Себебі ұл баланың өзіне тән қасиеттері бар. Демек, ұл өсіріп отырған аналарға аса ыждақаттылық керек. Адамдарға деген дұрыс көзқарас қалыптастырыңыз. Сырын бәріне емес, тек бір адамға айтатын. Сол адам сіз болыңыз. Сонда ұлыңыз да адамдарға деген сенім қалыптасады. Өз ойына терең бойлайтын болады. Бірге кітап оқыңыз. Өзіңіз оқыған кітапты ұлыңыз да оқығанын қаласаңыз, қызығушылығын арттыруға тырысыңыз. Қандай да бір іс болмасын қолдаңыз. Ұл балаға ең қажетті байлық өзіне деген сенімділік. Әзірше бұл сенімділікті сіз арқылы алады. Сіздің назарыңыз ұлыңыз үшін маңызды. Әйел затын құрметтеуге үйретіңіз. Қарындасын түрту, бақшадағы қыздардың шашын тарту. Бұлар түсіндіруді қажет етпейді деп ойласаңыз, қателесесіз. Бұл жазалауға тұратын іске әкелуі мүмкін. Әдеп қағидаларын үйретіңіз. Дастарханға үлкеннен бұрын қол созбау, өзінен кішілерге жол беру, дұрыс қарым-қатынас жасау. Бұл майда шүйде деп ойласаңыз, қатты қателесесіз. Мұқият болсаңыз, келешекте өзгелер үлгі ететін ұлдың анасына айналасыз. Бір нәрсеге сенсе, оның бетін қайтаруға тырыспаңыз. Сиқырлы таяқшаға, алтын балыққа. Бұлардың бәрі ізгілікке қызмет ететін образдар. Сыпайылыққа тәрбиелеңіз. Ұл бала жұмсақ сыпырғы емес. Бірақ реті келгенде сыпайылық, яғни дипломатиялық іске бейімділік қажет болады. Бірге саяхатқа шығып тұрыңыз. Бұл арқылы сіз ұлыңыздың үйдегі және түздегі өзін-өзі ұстау қабілеттерін байқай аласыз. Балаларға басқаларға жақсылық жасауды үйретіңіз. Жақсылыққа жақсылық әр адамның ісі, жамандыққа жақсылық ер адамның ісі дегенді ұқтырыңыз. Тәжірибе уақытымен. Егер ұлыңыз бір нәрсені ойдағыдай істей алмаса, оны жазғырмаңыз. Бұл білмегендіктен немесе тәжірибесіздіктен емес. Уақытымен тәжірибе жинап, бейімделіп кететініне сендіріңіз. Неге деген сұрақтарын жауапсыз қалдырмаңыз. Ұлыңыз көп сұрақ қойса қуаныңыз. Бұл оның ақыл ойының дамуына, жетілуіне ықпал етеді. Неге деген сұрақ қоймауынан Құдай сақтасын. Әкесімен тығыз қарым-қатынас орнатыңыз. Ұл бала эмоционалды жағынан анаға жақын болғанымен, рухани тұрғыда әкеге жақын. Әкесімен қарым-қатынас ұл баланың бойына ерлік қасиеттерді дарытады. Бірге армандап үй құрыңыз. Мейлі ол топырақтан болсын, мейлі оймен. Ұл баланың жұмысқа қабілеті кішкене құрылысшылықтан басталады. Ұлыңызды уақытымен еркелетіңіз. Жылулық сезіндіріңіз. Махаббатпен тәрбиеленген баланы бұзу оңай болмайды. Балаңыздың жүрегіндегі махаббат оны көп жамандықтан қорғайды. Әрқашан үйден мақтау естіп тұрсын. Сонда көшеге үйір, үйді зындан көретін балаға айналмайды.